Сәлем достар, бүгін біз осындай өте жұмсақ, жан-жағы қатпайтын, сынбайтын, дәл осылай мыжғыласаң да мүлдем реңін бермейтін бірінші дайындайтын боламыз. Ол үшін біз сүттің орнына айран қолданамыз. Айранға осылай соданы араластырып, екеуі реакция шыққанға дейін кішкене қоя тұрамыз. Оның бетіне 2 жұмыртқа қосамыз, араластырамыз және 4 қасық құмшекер қостым. Сіздер одан тәтті болған қаласаңыздар 5 қасық қоссаңыздар болады. Оның бетіне ұн қосамыз. Мөлшерінің барлығын астында комментарийға қалдырып өтетін боламын. Араластырып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бұл бізде блинчиктің іртік болып қалмауына көмектеседі, яғни іртіктерінің барлығын жояды. Бетіне пісте май қосамыз. Одан кейін тапамызға пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Тапамыз міндетті түрде қатты қызып тұрған болуы қажет, өйткені осындай тесіктер шығуы үшін жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Маған қатты күлгенің